Қайырлы кеш, қалайсыздар? Естіліп тұрма, көрініп тұрма? Жалпы бүгінгі тақырып күйеуі көп ақша табатын әйелдер қандай болады? Обычно мен измена жасаған әйелдің состояниесі қалай болады деймін. Бүгін жалпы күйеуі көп ақша табатын әйелдердің жалпы қандай болады состояниесі? Қызық па? Давайте лайк басыңыздар, поддержка беріп жіберіңіздерші, өтініш болады. Просто былай бас. И осы давайте теманы ашайық. Өйткені көп әйелдің арманы осы ғой. Емін еркін, на расслабоне, спокойно, без забот өмір сүргісі келеді, дұрыс па? И осыған байланысты давайте біз бастайық. Так, бисмилля. Так, лайк басыңыздар, бір-біріңізге жіберіңіздер осы видеоны, максимально поддержка жасаңыздар, өйткені күнде шыға бермеймін. Бүгін сәті кеп тұр енді. Лаура ханым, рахмет. Жалпы былай ғой, күйеуі көп ақша табатын әйелдері қандай болады? Ең басты, мен бір түсінген, күйеуі көп ақша табатын әйелдің состояниесі қандай? Ода тревожность болмайды. Оның айтқан кезде өмірі через розовые очки. Одан кейін ол ойланбайды. Мен ертең квартираны қалай төлеймін, бала шағаны қалай асырам, қалай кредит төлеймін, қалай продукт сатып алам, қалай баламның садигін төлеймін, тағы басқа ойлар ол әйелде болмайды. Ол әйелде фокусы өзімен, тек қана өзінде және өзінің денесінде, яғни тренажерный залына барады, жаңағыдай, то есть өзінің айтқан кезде тек қана өзіне ғана уақыттарын айтты. Тіпті көп ақша табатын әйелдердің, еркектерінің, әйелдердің жұмыс істейді даже. Тамақ істемейді, тамам, үйдің бытымен жүрмейді. Тек қана айтқан кезде красота, уют, комфорт создавать етеді. И сол создавать еткен уют, комфортты заботадан еркек кайфовать етеді. Понимаете, да? И көп әйелдердің, қазір көріп атқан әйелдердің қателіктері, олар бытқа кіріп кетеді. Мен түсінем енді, бала шаға бар, анау бар, мынау бар, но көп әйелдер маған келетіндер, олар бытқа қат кіріп кетеді. Бытқа кіріп кеткен настолько, что өзінің айтқан кезде мынандай сырт тастайды. Өз-өзін жақсы көрмейді. Жаңағыдай күйеуім келеді, ойбай балалар келеді, таңертең былай тұрады, жаңағыдай лахматая, ана күйеуін тамағын жасап береді. Одан кейін ол балалар шығады, балалар түртеді, балалар мазасын алады, оны әйелдің уже обед болады, обедте тамағын жасайды, сонымен кеш болады, ана біреу шам сеем дейді. Сөйтіп кеш жақын ана отағасы келеді, ол еще кеші жақын теседі. Сөйтіп ана әйел бытш болады, понимаете, да? Өткені бытқа кіріп кеткен. Быт, кәдімгі быт адамды ешқашан быт бітпейді, өздеріңіз білесіздер ғой. Ол кір ешқашанда ол жуылып тұрмайды, постоянно кір, постоянно үтік, постоянно тамақ, кухня ешқашан жиналмайды. Өткені үлкен балалар тұратын жерде ол постоянно прям не болады деген сияқты. И осы моменттерде көп әйелдер өз-өзін жақсы көрмей қалады. Сол настолько бытқа кіріп кетеді, что өзінің фигурасы бытш болып кетеді, шашы бытш болады, өзінің түріне, өзінің бет әлпетіне қарамайды. И осындай кезде еркек, енді білесіздер ғой, смотрит глазами. И осындай кезде еркек уже сіздерге көңіл бөлмей бастайды. Уже енді бұның тікелей кінәсі еркек, өткені еркек толықтай жауапкершілікті ала алмай, әйеліне көмектесіп, толықтай дем бермей жүрді. Так, бір кісі, жарайды, ботагөз деген кісі жіберіпті. Вроде принять. Хорошо. Кім разборға шығып кетеді, плюстер бас қойыңыздар, мен арасынан таңдап алам. И, соответственно, сонда әйел уже былай айтқан кезде все, на себя забивает, өткені күйеуі ақша төлемейді, ақша бермейді, жаңағыдай элементарно шашын жасатуға, тырнағын жасатуға, түрін жасатуға, оның бәрі қоя тұрайық, даже элементарно кофейняға барып, бір кофе ішуге ол әйел өзінен аяйды. Өткені ана күйеуі Каспийіне кіріп, отчет сұрап отырады. Сен қайда жараттың, кімге бардың, не істедің, кім ол деген сияқты отчет сұрап отырады да.
и ол әйел іштей қорқады. Қазір мен ананы жеп қойсам, ішіп қойсам, алып қойсам, тіпті өзінің кәсібімен бір зат алуға қорқады. Өйткені жаңағыдай еркегі тексеріп, менде болды ондай әйел. Айтады, менің күйеуім менің кәсібімді тексереді дейді. Қалай болды, не істеді, қалай болды деп. И поверьте мне, и она несчастливая, она несчастная. Прям несчастная женщина, потому что шаршап кеткен, табатына 100 000 теңге, упрек, претензия, все время жаңағыдай контроль. И ондай чересчур қысып кеткен контрольдан әйел адам сынып қалуы мүмкін. Әйел адам іштей сағындығы сезімі өліп қалуы мүмкін, солып қалуы мүмкін. И осындай кезде көп еркектер, истощение от такого отношения. Вы верно сказали. Вот прямо женщина просто засыхает в прямом смысле. И вот на себя забивает, потом у нее потихоньку начинает невроз, невротические заболевания, тревожность, панические атаки. Это все благодаря тому, что женщина просто бытқа кіріп кетті. Потом такие мужчины, ревнивые в кавычках, стараются каждый день зачать ребенка, потому что он внутри понимает, что у этой женщины есть потенциал, там, не знаю, что-то сделать, расти, там, бизнес открывать, не знаю, что-то есть в ней. И оно, еркек, наоборот, поддержка берудің орнына, давай жаса, істе, көр, жасап бер деген сияқты. Ол, наоборот, іштей өзінің ішкі самооценкасы төмен болғандығы настолько, что ол әйелді былай декреттен шығармайды ғой, жыл сайын. Әр жыл сайын, короче, вот в моменте постоянно ол әйел бала туып отырады. Конечно, жыл сайын бала тусаң, әйелдің денсаулығы бір жақтан кетіп қалады, фигурасы сонымен уже 180-270 болады. Уже ол әйел кішкене, потому что целый день с детьми. Я вот сам по себе знаю, я с ребенком где-то полдня остаюсь, маған былай жетеді ғой, былай. Потому что я чуть там, не знаю, с ума не схожу, потому что ол баланың ана алып бер, мынаны алып бер, артынан жүгіріп жүресің, құлап қалмасын, бүйтіп қалмасын, сүрініп қалмасын деп. И осындай состояниеде әйел постоянно жүреді. То есть таңертеңнен кешке дейін. И көп еркектер балаға келген кезде жаңағыдай дұрыс көңіл бөлмейді. То есть скроллить етіп отырады, телевизорын көріп отырады, там, не знаю. То есть достарына басқа уақытқа бөледі, именно баласына, отбасына қашады. Осы туралы мен, кстати, бүгін подкастта айтқанмын. Потом осы аяқтаған соң сториста, осы тиктокта сториста кірсеңіздер, подкастта сол туралы айтылған. То есть, понимаете, да? И таких мужчин большинство. То есть бүгін стрим жүргіздік Дәулет Мырзаның несімен, тиктогымен. Сол кезде жаңағындай, енді осыны әңгіме айтып жатырмық қой, еркек адам жаңағындай сыйлау керек, жақсы көру керек, қабылдау керек, көмектесу керек, там. И бір жазып кетті, бір жігіт, қай жақтың подкаблучниксің деп, понимаете, да? То есть для него, для его мировоззрения помогать по дому, там, не знаю, посуду помыть, не знаю, туалет, не знаю, почистить, мусор убрать, элементарный заттарды жасау, ол үшін западло. Понимаете, да? И оны бәрі әйел жасау керек. Енді кім жасайды? Балаң кішкентай, ол бала мусор лақтыра алмайды. Сондай заттарды әйел жасайды. Әйел сол мелочный заттар жасай беретін болса, ертең әйел адам былай айтқан кезде потихоньку психосоматикада ол өзінің сезімін басады. Сезімін басқансын ол әйелде кожаный заболевание болады. Псориаз, экзема, аллергия, зуд. Осының бәрі осы связаны с кожей әйелде болады. Іштей қабылдамайды, сырттай жаным деп күліп жүреді да, бірақ іштей ненавидит эту ситуацию. Екіншісі, әйел адам көп күйеуіне реніш сақтай беретін болса, оның етектен төмен проблема болады. Миома матки, воспаление матки, там, опущение матки. Тіпті көп әйелдері осы ертең өзгереді деп жаңағында жүріп 20-30 жыл өмір сүріп жатқан қазіргі көріп жатқан шығарсыздар.
сіздердің маткаларыңызбен проблема, маткаларын алып тастаған, яичниктарын алып тастаған, өткені нерешительный әйел, жаңағындай ерте месячный пайда болған, климакс, болезни месячный, осының бәрі осы еркекке деген айтылмаған эмоциялардан болады, понимаете, да? Сол себептен ойламаңыздар, что бұның бәрі просто так болатыр деп. И маған көп әйелдер келеді да, жастары там 50-60-та, и вы должны понимать да, сіздер қазір ойлап жатсыздар ғой, менің бала шағам мені көрмейді, байқамайды, жасалмайды деп. На самом деле сіз қалай страдать етіп жүрсіз, сіздің қызыңыз, егер қызыңыз болса там 15 жаста, 12 жаста, одан да төмен, сол ертең дәлме-дәл сіздің тағдырыңызды қабылдайды. Дәлме-дәл сіздің тағдырыңызды қайталауы мүмкін да. Дәл сондай ел тауып алады, дәл солай угождать етіп жүреді, и дәл солай былай айтқан кезде ауырады. Өйткені ол көрген бала айтқан істемейді, бала көрген істейді. Екіншіден жаңағындай ер азаматтарға, сендер ойлайсыңдар, что мен от қомаш дейді. Енді сен үшін қомаш қой. Мысалы, қомаш деп атқан кісі, ол жауапкершілікті алмай атқан бір жігіт болуы мүмкін да. Өзінің күнін әрең жаңағындай таксовать етіп, охранник болып, күнін өлейін деп көріп атқан да. И сөйтіп былай айтқан кезде келеді әйеліне, қатын там шай қайда, анау қайда деп столды былай ұрып, өйткені оны көшеде ешкім сыйламайды, оны упор қоймайды. Былай айтқан кезде не то что сыйламайды, упор қоймайды, упор, понимаете да, упор қоймайды. И ол келеді да үйге, сол упор қоймаған ненавистін әйеліне сырбат етеді. Қатын тамақ қайда, шай қайда, анау қайда, киімім қайда, неге ол жүктелмеген, неге бүйтпеген, балаларын ұрып соғып, балаларын ренжітіп, и сол мынандай бір еркектен балаларында энурез болады. Потому что бала папасынан настолько қорқады, и баланың денесі қатып қалған. Бала емін-еркін жүре алмайды. Мысалы, мен баламды ары бері жүр, сүйіп, өз тірлігін жасап жүрді, мен оған ұрыспаймын. Потому что он меня не напрягает. Потому что бала өзі біледі да. Осындай еркектер солай үйге келеді да, сендер не істеп жүрсіңдер, анау қайда деп тек қана спрос жасайды, баласын ауыр қылады. Өйткені балада энурез пайда болады. Бала өзінің эмоциясын шығара алмайды. Шығарамаған соң, ол бала түнде шығарады ол эмоциясын, сиіп қояды. Понимаете, да? Сиіп қойып, сөйтіп эмоциясын шығарып, потом бала ауру болады. Мен сіздерге айтайын, энурез ол кетіп қалмайды өзімен өзі. Мен білем, бұл жасы 30-дағы келіншекпен жұмыс жасадым, тоже энурез қоймаған. Бірақ қайтып кетті терапияда екен. Сол кішкентай кезіндегі әкесіне деген реніш, айтылмаған сезімдерден да. Сол әкесі жауапкершілік ала алмай, мамасына деген предъявлять етіп, ұйықтайсың ба балам? Спать? Все, давай. Сөйтіп, ол жаңағындай балаларын ауру болады. Ертең дәл сол көрген картинаны, жаңа кішкентай бала өтті ғой, дәл сол жаңағындай қомаш деген. Сол бала көреді да, осылай әйелдермен, оказывается, надо обращаться дейді. Понимаете, да? И ертең бір әйелді, бір қызды сіздер былай мәпелеп өсіп жүргенше, ойбай, қызым құлап қалмадың ба, ең күшті зат алып беріп, айфон алып беріп, расочка осында, қызым аман болсын деп. Сондай қыздарға ертең мынандай бір жігіт кездесіп, жаңағы примерно, сөйтіп өмірін тал-талған шығарады да, өмірін тозаққа айналдырып жібереді. Понимаете, да? И сен өзіңнің бір ғана әрекетсіздіктен, өзіңді еркек іштей санамаған әлсіз бір халде, бейшара, то есть безвыходный состояние дейді ғой, орысша айтқан кезде. Сол состояниемен сен не только өзіңнің отбасында, сен біреудің еще болашақта біреудің қызын, біреудің былай айтқан кезде өмірін бытшын шығарып жатсың да. Потому что сен жауапкершілік алған жоқсың. Понимаешь, да? И қазір айтуы мүмкін, әйелдер қазір бәрі материальный, ақшадан өлген деп. Әйелдер сондай. Әйелдер іштей, оның болмысы сондай, оның природасы сондай. Әйел адам не сияқты ғой? Жыландар сияқты ғой. Егер алтынды көрсе, сразу алтынға жабысатын деген сияқты. Понимаете, я образно говорю. И это әйелдің болмысы сондай. Ол любой имуществоға, любой қымбат затқа, любой жылдырлаған затқа Құдай солай жаратқан. Понимаете, ақшаны жақсы көреді әйелдер. Соны көп әйелдер, көп еркектер түсінбей, әйелін ауыр қылып отыр да. Сен ақшадан өлгенсің, саған ештеңе жетіспейді, саған анау жетіспейді,
сен мені былай бытшым шығарып жатсың деп. На самом деле егер әйелің солай айтса, қуану керексің. Өйткені сенің әйелің саған сеніп тұр, что оны жасай аласың. Енді біреу сенетіндер бар, сенбейтіндер бар, енді әркім ғой, әртүрлі. Но в целом айтайын дегенім, что видите, все проблемы упираются на мужчину, который не до конца взял ответственность. Если есть вопросы, пишите. Кто хочет на личную терапию, вот мой номер, а просто хочется разбор, вот плюс напишите, я вот, пригласить, я отправлю. Маған бүгін бір кемпір деппін ғой, бір кісі жазып жатыр. Я, говорит, с 3 детьми. Мужик меня постоянно игнорирует, изменяет. Жылап тұр, короче, звондап. Я говорю, в чем проблема? Поймете, вот этот жертва халь бар ғой, которая... Енді выход один, вы знаете, какой выход. И не могут решиться. Потому что внутри переживает, что как будто бы я сейчас останусь одна, голодная, там, без денег, деген сияқты, да. И многие женщины боятся вообще не то, что поработать над собой, просто прийти на терапию и решить вопросы, да. Потому что это же надо деньги оплатить, надо же, не знаю, поработать над собой. А многие женщины не хотят, потому что вот эта жертвенность, жертва, позиция жертвы, они это приняли. И, к сожалению, кроме Бога, и никто им не поможет. Потому что они смирились с этим ситуацией, то, что муж изменяет, периодически избивает. Вот так вот живут большинство женщин. Они могут купить себе, не знаю, iPhone в рассрочку, не знаю, волосы поправить, вещи купить хорошие, но не разобраться себе. Почему? Потому что им нравится вот это состояние жертвенности. Многие женщины даже не могут себе позволить это. Почему? Потому что мне кто много пишет, я хочу на терапию, я хочу разобраться. У меня цена адекватная, я считаю, недорого. И сразу, кажется, гасится. Почему? Потому что дело не в том, что типа деньги надо платить. Даже я бесплатно разборы делаю. Вот мені танисыңдар ғой, бесплатно сколько я разборы делаю, да, просто так. И вы ждете волшебный пендель, короче, что когда-то, во сколько-то, где-то там что-то поменяется. Ну, не поменяется. Әйеліңді басына сынақ келгенде білесің дейді. Нұржан, әйеліңе басына сынақ келгенде білесің дейсің. Конкретно не жасап қойды? Әйелің измена жасады ма? Әйеліңі ренжітті ма? Әйелің тастап кетті ма? Не істеді конкретно? Мен түсінбей жатырмын. Нақты айтсайшы, конкретно не болған? Кеше интенсивқа маған бір кісі келді. Көбей дейді. Мен бүкіл ақшаның бәрін жаратсадым әйеліме дейді. И жоқ ештеңе дейді. Іштей жалеть етіп тұрды. Сожалеет о том, что так произошло. И мен айтамын да, твоя первая обязанность как мужчина, даже ты был во время брака, ты это делал не от того, что она хотела, а это твоя была обязанность там, купить машину, квартиру, какие-то возможности. То есть ол еркектің міндеті. Понимаете, да? Даже ажырасып кеткен кезде де сен өзіңнің балаң ертең көшеде қалып кетпесін деп, хотя бы үйдің кілтін немесе машинаның кілтін қалдырып кету керексің ғой. Еркекше сөйлесетін болсақ. Өйткені сенің белінен шыққан балаң сенен басқа ол ешкімге керек емес негізі. Түсінесіздер ме? И ол әйел, когда ажырасқан кезде іштей, я второсортная, я с прицепом, я с киндерами, меня никто не возьмет деген, хоть түрі қандай әдемі болса да, ол іштей өзін ущербно сезініп жүреді. Понимаете, да? Әйел адамға да оңай емес ол ажырасу. Ол еркектер ол бір рет барды, ұмытты, болды, кетті, да? Именно әйелге оның табиғатына қиын оны қабылдау. Ажырасқан әйелдер, вот, подтвердите мои слова.
Это же хоть қанша рет барсаңыздар да, қанша рет өздерімен жұмыс жасаңдар, это, согласитесь, это тяжело было принять. Потому что чувство было, как будто тебя использовали, как будто тебя воспользовались и вот так бросили тебя на полпути, да? Правильно? Поэтому әйел адамдарға да оңай емес. Еркектерге проще, а вот әйел адамдарға оңай емес. Потому что әйел все равно эмоциямен өмір сүреді. Еркектер ол бұрғын бар, еркін жоқ, это норм, короче. А әйелдер эмоциямен өмір сүреді. И әйел адамға, чтобы басқа еркекпен кездесіп, сонымен екінші рет тұрмысқа құру үшін, она должна здесь все перерастроить. Вот это старые все паттерны сломать и заново себе построить. Вот сол әйелдер жаңадан өмір сүре алады. А көп әйелдер подсознательно они до сих пор не развелись с первым мужчиной. Почему? Мен сіздерге бүгін осы туралы айттым, подкастта, кстати, қарасаңыздар болады. Разбор тегін, Лаура. Подкастта айтқам. Былайда, жалпы, вот почему көп әйелдер до сих пор живут в прошлом? Адамның миында нейрондар бар, миллиондаған нейрондар. И эти нейроны, допустим, вот лайфхак можете записать. Сіздер не үшін ұмыта алмай жатсыз өздеріңіз бывший күйеулеріңізді, либо бывший әйелдеріңізді? Потому что вы же живете в том же доме. Все, что до этого она пользовалась, там, Ким, либо он, это же все напоминает о ней, либо о нем. И вот эти почему, когда вы видите, допустим, он когда-то писал, не знаю, этим блокнотом, и санан көрген сайын старый нейрондар обратно активизировать етеді да, сол эмоцияны вырабатывать етеді обратно. Хотя там, не знаю, 10 жыл бұрын ажырасқансыз да. И сол себептен ана сұрап тұрады эмоция. Вы поэтому должны избавляться от всего хлама, которым он пользовался, в первую очередь. Бүкіл киім, зат, вообще переехать в другую квартиру, если желательно, в другой город. Потому что эти все старые нейроны будут напоминать о нем. Понимаете, да? Сон жасаймайсыздар сіздер. Өз үйінен өзі безіп, косякқа тығып, жайына кетті дейді. Так. Жесткая правда дейді. Енді, я не знаю, вот, кто меня смотрит, давно смотрит, кто просто смотрит. Я только на разборах, в стримах, я отдаю только 2-3% всего того, что я знаю. Если хотите реальные знания, реальные результаты, вы должны прийти на разбор. И мы там все разберем. А лучше всего на терапию. Терапия, да, вот здесь полностью мы разберем. На тему отношения, здоровья и денег. Так, разбор жазылғым келеді дейді. Хорошо? Вот здесь мы можем разобрать, если хотите. Плюс нажмите, здесь можем разобрать. Так. Поэтому человек не поменяется, пока он вот эти внутренние убеждения не поменяет. Солай өмір бақи өмір сүріп кетесіздер. Так, давайте Дари деп қойыпты. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Кішкене ұялып тұрмын да сөйлеуге. Былай жасаңызшы, ұялмаңыз, қысылмаңыз, жалпы не мазалап жатырсың айтыңыз. Не мазалағанда андай ғой, отношения дұрыс құра алмаймын ба, либо партнермен дұрыс сөйлесе алмаймын ба, сондай ғой менде. Жасыңыз? Менде выгорание болды отношенияда. Жасыңыз? Жасым 38-ге толдым. 38, Дарья. Түсінген бойынша разведены. Иә. Хорошо. Қазір екінші рет тұрмыс құрғыңыз келеді, бірақ не получается? Жоқ, осы недавно ғана просто отношениядан неметтім енді пока. Күйеуіңізден не үшін ажырасып кеттіңіз? Күйеуіңізден не үшін ажырасып кеттіңіз? Ол кісі біріншіден андай Измена? ол да бар шығар енді, измена да бар, бір жағынан ответственность жоқ.
Холка бар ма сізде? бар. Низ животамен проблема бар ма? Бар. Почкамен проблема бар ма? Жоқ. ЖКТмен проблема бар ма? Может. Ну, запор бар ма? Геморрой, запор. Жоқ, жоқ, ондай жоқ. Поясница. Иногда. Хорошо. Мына холка енді өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Күйеуіңіздің мойныңызға отырып алып жүрсіз да. Байқасаңыз, сізге именно сондай әлсіз еркектер кездеседі, которые хотят реализоваться за счет вас. Екіншіден, низ живота это подавленные женские эмоции. То есть сіз әйел емессіз. Сіз болмысыңыз әйел, іште эмоцияны қабылдамайсыз да әйел ретінде. Сол үшін жаңағындай етекпен проблема болады. Екіншісі, ол күйеуіңізге долгое время ренжіген кезде пайда болады. Осы низ живота. Потом щитовидкамен проблема бар ма? Тамақ. Хорошо. Мынаның бәрі Дариға ғой, по-моему, айтыңыз, иә, есіңіз. Мынаның бәрі сіздің, вам не кажется, что сіз кішкентай кезіңізде как будто бы мамаңыздың сценарий жизнін қайталап отқан сияқтысыз? Жоқ, мамамда ондай болған жоқ. Хорошо. Папаңыз қандай болды? Папам қандай болды? Ответственный. Хорошо. Қолдау. Откуда притянули такого мужчину, который сіздің мойныңызға мініп алатын? Ағам бар. Ағаңыз не істеді? Енді ол кісі тура сондай да. Ответственность жоқ. Причем тут ағаңыз? Енді көбінесе бірге жүрдік қой деген ғой, сол кісімен бірге тұрдық. Кішкентай кезіңізде ағаңыз сізге ештеңе білдіріп қойған жоқ па? Жоқ. Хорошо. Былай ғой, егер папаңыз такой идеальный болатын болса, обычно әйел адамда проблема болмайды еркекпен. Значит, где-то в детстве что-то было, но я не могу сейчас вам точно сказать. И за счет того, что сіз притянули слабого мужчину. Енді папаңыз сізге красавчик болуы мүмкін, бірақ ол папаңыз қандай күйі болды вопроста, мамаңыздан білу керек болады да. Енді өзіңіз де біліп тұрсыз. Сол взглядом кішкентай Дариямен мамаңыздың взглядымен қарау керек та папаңызға, ол еркек болды ма, болмады ма? Меніңше жаман кісі болған жоқ, жақсы кісі болды. Хорошо. Ол ұрыстан мындай болады ғой, любой семьяда. Бірақ папам өзіңіз немен айналысасыз? Немен айналысасыз? Жеке бизнес қой. Қалай, бизнес жақсы ма, жүріп жатыр ма, қарыз кіріп кеткен жоқсыз ба? Бар, қарыз бар. Қанша миллион қарыз бар? Енді көп емес. Просто сол отношение бастағанда менде қарыз аз болған. Отношение түскенде больше болып кетті. И сол бір колесода жүрмін ғой, андай болып. Енді маған қандай сұрақ? Сұрақ болғанда енді қалай айтсам болады енді. Енді адам өзімен өзі жұмыс істеу керек шығар деп ойлаймын да енді. Дұрыс айтасыз. Мынау енді сіз өз-өзіңізді алдау мүмкінсіз, бірақ денеңізді алдай алмайсыз. Холка ол жауапкершілікті тым артық алып алған кезде әйел адамда мойнында холкамен проблема болады. Как будто бы я главное, я должна кормить, я сильная деп сондай бір позициямен өмір сүресіз. И таким образом компенсируете, да, вот это всю любовь. Екіншісі жаңағыда низ живота. Ол всегда подавленные женские эмоции, либо обида на мужа, или на мужчин. Айтып жатсыз ғой, ағам деп. Сол ағаңызға походу бір кек сақтап жүрсіз бе, бірдеңе бар сияқты. Сізбен жұмыс жасау керек. 3 терапия болады, курс ретінде жүреміз. Онлайн болады. Әр терапия 1 сағатқа дейін толықтай осы проблема бәрін шешіп аласыз. Холқаңыз, низ живота, и жаңа іште қазір өзіңізді жаман сезінесіз ғой. Жалкая деген сияқты сезім бар ғой, как будто сол сезіммен жұмыс жасаймыз. Негізі бағасы 180 мың теңге бір курс терапия. Но в рамках этого стрима мен скидка жасасам 150 мың теңге бір курс терапия. 24 айға алуға болады. И ертең уже бастай аламыз жұмысты. Менде ертең как раз обучение басталады. Ну, до обучения баста или кешке. Қандай гарантия бере аласыз маған? Гарантияны Құдай береді, мен бере алмаймын.
мен сізге бір ғана гарантия беремін, что ертең рано или поздно бәріміз өліп кететініміз. Егер сіз маған намерениемен келсеңіз, я хочу разобраться в себе, проблемы эти решать, то без проблем шешуге болады. Енді сонда қарызда жүргесің, қарызға кіру керек па мұндай немен ету үшін? Мен түсінбедім сені. Мен сізге қарызға кір деп жатқан жоқпын. Вообще келмей ақ та қойыңыз. Мен сізді шақырып тұрған жоқпын. Просто шешім беріп жатырмын. Жақсы, рахмет. Все хорошо. Так, дальше. Сразу айтайын, кімнің өмірінде бәрі идеальный, күйеумен, денсаулықпен, бұл эфир кірмей ақ қойсаңыздар болады. А кімде бар проблема, пожалуйста, кіре беріңіздер. Так, Гүлнар. Ұйықтап отыр ма, бірдеңе ғой, Так, дальше. Можно ядить. Хорошо. Бұл кісі что-то знакомо. Сәлеметсіз. Саламатсыз. Есімім Жұлдыз, 35-темін. Жұлдыз ханым, сіз танимын. Я у вас часто сижу здесь просто. Я вот аваңыз. Қандай сұрақ? У меня қазір мынандай вопрос. Қазір мен в данный момент жұмыс таба алмай жатырмын же. Иду вот на работу, но не могу встать утром. Такой бір тяжесть сондай бірдеңке бар менде. Или может я сама не хочу. Не знаю. Қандай жұмыс жасайсыз? Негізі мен администратор болып істегенмін. 6 жыл. Енді маған сұрақ қойып тұрсыз ба, неге мен де тұра алмай жатырмын деп? Ну, сондай бір как будто у меня бір денемде бір тяжесть па, бір желание ма. Я не знаю, как это выразиться. Не үшін жұмыс жасағыңыз деп тұр? Жұмыс жасауым керек ма? Я сейчас в данный момент не работаю из-за того, что я недавно замуж вышла. Получается, вся в долгах из-за него. В общем, жұмысқа кірейін десем, жан-жақтан бәрі ақша қысып тұр да мені. Почему вся в долгах за него? Сколько у вас долг? За него вышло 4 миллиона. Тойды өзің жасадыңыз ба? Жоқ. Не, қалмалды өзіңіз төледіңіз ба? Той ондай ештеңке болған жоқ вот именно. Өзіңізге қалмалын бердіңіз ба? Алып берген жоқ. Просто я ему кредитке алып қалым беріп, потом төлеп бер деп айттыңыз ба, не дедіңіз? Жоқ, получается, я когда замуж выходила, у меня 2 ляма было. Потом, получается, мы до худалка не дошли, и, получается, я ушла из-за того, что он не работал. Он не работал, получается, ақшашқа жерден келген жоқ. Просто тупо. Без денег, без ничего. Сестра ақша беріп отырды сол кезде. А я вот теперь от него ушла, я хочу вот на работу устроиться, у меня не получается. Например, бегаю с тюлем. Жұлдыз, откуда притянули такого мужчину? Не знаю. Жасыңыз нешеде? 35. Были до этого замужем? Нет, это первый. Первый. Денсаулықпен проблема бар ма? Денсаулықпен болғанда у меня ангина, потом у меня колено болит. Правое колено? Да, правое. Хорошо. Папаңызды часто осуждать етесіз ба? Да, потому что не видела я его. Вот. Сізге Құдайдан қандай сабақ керек? 40 миллион қарызы керек па? Мен сияқты, либо 4 миллионмен мен түсіндім, Құдай болды, шешем деп проблеманы шешіңіз келе ма? Мен негізі, как бы сказать, өмірімді өзгертсем ба деп тұрмын. Кредиттің бәрін жауып. Жоқ, енді сізге қандай урок керек тағы да? 4 миллионмен біреулер түседі. Мен мысалы 40 миллионмен түстім да кезінде. 40 миллионмен тоқтадым. Сізге қандай урок керек? Бұл жететін сияқты маған. Пока сіз өзіңіз сол урокты түсінбегенше, қайдан қалай шыққан? Бұл урок, мен сізге айтайын, бесконечно жалғаса береді. И ол уроктың уровень сложности көтеріле береді. Егер 4 миллионмен түсінбесең, ертең 10 миллион болады. 10 миллионмен түсінбесең, 20 миллион болады. Вот айтты дейсіз ғой маған, потом жазасыз көбе эфирде, есіңізде ма деп. Поэтому надо решить этот вопрос.
Просто қазір в данный момент я бағана смотрела вашу трансляцияны нені хотела оформить, но у меня не получается. Қазір в данный момент бәрі черныйда тұр. Үйдегілердің біреуін хочу попросить, но сейчас никто не даст, потому что у каждого семья. Хотя бы раз неге келіңіз, терапияға снять напряжение. Потом жұмыс жасап көре жатарсыз. Просто я не хочу, чтобы Я хочу вот действительно, мен действительно өткімақ келіп тұр терапияны ше. Ну, хотя бы бір, может, ну не знаю, ақша керек оның бәріне, видите, қазір ақшаға тіреліп тұр ғой бәрі. Я алдында хотела прямой трансляцияға шығайын дедім да, но побоялась сказать то, что типа қазір черныйда жүрмін, типа не смогу деген сияқты. Ақша жоқ деген мен сенбеймін. Мен шын айтамын, вот кім қарап отыр, 200 адам. Ақша жоқ деген понятие жоқ. Құдай сақтасын, денсаулығымен бірден болса, сол ақшаны туасын. Құдай сақтасын, проблем болса, там больницамен шешуге тырысасың. Құдай сақтасын, там 0,2-мен проблем болса, барып звондап, там братан, давай шешек, битек деп шешіп аласың да. Поэтому ақша приходит на запрос. Вот просто запомните мои слова. Деньги приходят на запрос. Вот, значит, у тебя нету запроса поработать, где-то сознательно понимаешь, что я хочу поменяться, а внутри ты жертвишь. Болды. Да. Это не говорю, что всем кемяқ қой. Вообще кемяқ қой, маған ешкім кемяқ қойсын. Просто многие женщины себя таким образом обманывают. Жертвите, при этом хотите поменяться. Так не работает. Либо ты принимаешь решение раз и навсегда избавиться, найти причину и больше так не делать. Либо продолжаешь идти по течению. Хорошо. Все хорошо. Так, исключение хочет дейді. Неге өмірді қиындатасыңдар дейді. Кредит жабу үшін жұмыс жасау керек дейді. Давайте Айнұр деген кісіге жауап берейін. Идеальный өмір жоқ ешкімде. Жалқаулық ол дейді. Енді бәріміз біз умныймыз ғой. Неше түрлі кітап оқып алғанбыз, неше түрлі не жасап алғанбыз, бірақ вы должны понимать, есть какие-то ситуации, которые происходят бессознательно. Она же тоже не хотела на кого-то долбам бір еркекті кездестіріп 4 миллионға қораға кіргізіп өзін. Понимаете? Она же не хотела, но подсознательно, бессознательно она притянула такого человека, Альфонса, который за счет него еще 2 миллиона сверху еще қадап жүрді, да, понимаете? Просто так бұлдай өмірде болмайды. Просто так сіздер жаңағындай неге қадалмайсыздар, мошенниктарға, басқа заттарға. Өздеріңіз соны тартасыздар ситуацияны. Так, давайте мына кісі ысса деп қойыпты. Так, қандай сұрақ? Есіл тұр ма? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз, Назерке. Қандай сұрақ? Қандай Менде мынандай сұрақты сразу қоя салайыншы. Әкемен проблема болатын болса, мысалы әкеме ренішім болатын болса, вот сол вопросты қандай жұмыстармен, қандай терапиямен сіз нетесіз, шешесіз? Сіздің өміріңізде қандай ситуацияда ол мазалап жатыр? Енді мен осы уақытқа дейін мен әкеме ренжімедім деп ойлағам. Бірақ по-любому бар. Ол кісі детствода көп ішкен адам ғой. Сондай семьяда береке болмады ғой. Бір сөзбен айта салайыншы, суреттеп не керек оны. Сол өтті, енді әркім өзінің үйдегі бала-шаға бәрі өзінің семьясын құрып кетті. Қазіргі жасыма дейін мен түсінбеген, бірақ анам өмірден өтті жылдың басында. Әкем маған уақытша үйге келді да, енді бала-шағамен кішкене әкем алдансын деп өзіме әкелдім. Вот енді осы кезде мен ол сізге ренішім бар екенін түсіндім да. Вот анам өмірден өткеннен кейін барып ренішім бар екенін түсіндім. Енді көп нәрсеге сол кедергі деп жалпы айтады ғой, енді барлық жерде айтылады, ол жаңағы сіздерден де естіп жатырмын, жаңа бірінші рет кіріп тұрмын сізге. И сол вопрос сонда қалай шешесіздер деп жатырмдар, қалай жұмыс жасалады деген сұрақ. Енді вопрос шешетін Құдай, мен арнайы техника бар,
который сіздің түпсанаңызға кіріп, кішкентай бір назеркені тауып алам, который папасы ішіп, возможно, мамаңызды ұрып атқан, мамаңызды былай айтқан кезде обесценить етіп атқан, либо басқа да. И содан кейін сіз сол картинадан кейін әкеңізді жек көріп кеттіңіз да. Жек көріп кеткен соң, сізде сол бейсаналы түрде еркектерге деген бір ненависть бар. Білмеймін, қазір тұрмыстасыз ба, тұрмыста емессіз ба, но сол әкеге деген бір реніш, ненависть, вот это чувство, ол жібермейді да. И сіз соны бір все равно где-то там внутри есть вот этот ненависть к мужчинам. Соны алып тастаған кезде сізде әкеңізді мінсіз қабылдайсыз. То есть сізде әкеңізге ешқандай триггер ойнамайды ішіңізде. Ол неге әсер етеді? Бір ақшаға, екі ең басты ерлерге, то есть жаңағыдай 4 миллионға қадап кетпейді сізде ешкім. Үш, сізде іштей опора пайда болады. Сізде ақшаға деген қорқыныш болмайды. Ертең қалай өмір сүремін, анау болады, мынау болады деп. Бес, даже масштабқа шығатын болсаңыз да, бір уверенность болады бір. Любой зат жасай аламын деген сәтші. Вот сол әкеден беріледі. Пока әкеңізді қабылдамағанша, сол 5, даже одан да көп негізінен основной айтып отырмын. Сол 5-6-дан 5 критерийдан сізде всегда проблема болады. Терапия неше? Менде қазір бір орын бар. Мына номер 964-792, 150 мың теңге бір орын ғана бар. И мен сізге жазған соң счетына оплату жерім. Былай алсаңыз да болады, 24 айға адасаңыз да болады, 3 терапиямен вопрос шешіп аласыз. Эфирден кейін бағасы 180 мың теңге болып кетеді. Пока бір орын бар, кім ойланып жатыр, кім мен бұрыннан таниды, естиді, шешім қабылдайтын уақыт келді деп ойлаймын. Қандай сұрақ бар тағы? Сол сұрақ соңғы кезде мазалап жүрген. Мен ойланайын, егер ол 150-130 деген нәрсе маған без разницы, просто мен сұрағым шешілсе болғаны, ойланып, мүмкін сізге жазарым. Ойланып жазған дейінше менде орын болмайды уже. Потому что ертең менде перезагрузка 12 басталады. Менде өзімнің еще терапияларым бар. Обычно мені көп адамдар күтеді. Поэтому тез шешім қабылдайтын адам. Просто мен сізді бірінші, жаңа просто TikTok қарап жатып, сіз просто бірінші рет неттім да. Сондықтан да уақыт бересіз деп ойлаймын. Енді көріңіз өзі, мен ешкімді не істемеймін. Так, дальше. Так. Хорошо. Так, примерно түсіндіңіздер ғой, что это все влияет на ваши отношения. Мысалы, бір қыз алайық, она вот привыкла угождать. Особенно ол югта болады. Югта еткені өзім сол жақтамын. Постоянно әйелдерді обесценить етеді. Постоянно обесценить етеді. Потому что олар уже қыз болып туылған кезде, олар уже автоматты түрде бастарына жаңағы орамал таққызып, оларды уже дайын келінге дайындайды. Сен енеңнің топырағынан боласың, сен енең не айтса бәрін жасау керек боласың. Сөйтіп ана байқұс қызды уже сондай бір жауапкершілік беріп қояды, что ол уже жаңағындай угождать етіп өсіреді әйелдерге, именно жаңағындай еркектерге. Соответственно, ол әйел всегда былай айтқан кезде ауру болып жүреді ғой. Ол бел ауырады, оның етектен төмен проблема болады. Сөйтіп өз-өзіне күліп жүреді да. Перезагрузка 12, что это курс? У меня есть трансформационный курс, называется «Перезагрузка», где я обучаю по психосоматике и регрессии, где я прошел аккредитацию, я эксперт по психосоматике и регрессии деген курс НАТО. И там 3 ай, 4 айда бір рет болады. Ол курсты жаңағындай промежуток, иногда даже больше. Вот сейчас люди ждут уже 2 месяца, и завтра начало обучения. Так. И вот, и самое главное, она же это научилась от мамы. Мама в 6 утра просыпалась, потом начала убирать, потом начала полностью угождать. И вот маленькая девочка все научилась этому. И, соответственно,
вы это все делаете бессознательно, бейсаналы түрде жасап жатсыздар. И не знаю, как вам. Так, Айнура, номеріңізді жазып жіберіңіз. Бұл жерде мен курс сатуға кірген жоқпын, разбор жасауға келдім. Егер қатысам десеңіз, номерін жазыңыз, мен скрин жасаймын, эфирден кейін сізге хабарласып, толықтай ақпарат берем. Ну, она не дешевая, сразу говорю, потому что обучение, кәдімгі эксперт қылып шығаратын кәдімгі үлкен курс. Әйел адам, мен осы подкастта айтқам, еркектің қалай относискенін әйелден көруге болады. То есть, глядя на жену, на женщину, можно узнать, какой у нее мужчина. Ана орыстарда сөз бар ғой, покажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты деп. И примерно солай, бірақ әйеліне қарап айтуға болады да. Жақсы, бай, қуатты еркектер, особенно өз күшімен көтерілген, жүрегінде бір иманы бар, действительно бір құдайдан қорқатын, әйелін аманат ретінде қабылдайтын. Олардың әйелдері девочка болып жүреді ғой, күшті, әп-әдемі, өз-өзіне қарап қалған, жаңағыдай постоянно оқуды жақсы көріп жүреді өзін. Ол действительно жаңағыдай қалай алды ол қызды? Ол қызды қалай алды тұрмысқа дейін? И тұрмыстан кейін дәл сондай да, 10 жыл өтсе де, 20 жыл өтсе де, өткені ол еркек әйелді құрметтеп, дұрыстап қарайды. Ал енді вернемся к нашим баранам. Біздікі не істейді? Жаңағыдай, кім мойны қолқа шығып кеткенше әйелмен қолданады. Полностью мойын қолқа шығып кеткенше. Ол әйелдің тұрмыста толықтай көкірегімен проблема болады. Даже онкология болып кетуі мүмкін. Киста, мастопатия, мастит, молочные железы. Всегда у нее страдает. Потому что она в роли спасателя и в роли мамы для своего мужа. ЖКТ-мен проблема. Гастрит, вздутие, язва желудка. Это все говорит о том, что женщина не переваривает эту ситуацию, но терпит, потому что мама сказала, сен ертең ана үйге барған кезде бір жеріңді қысып, келінді қызметіңді орында. Түсінің ба? Ертең бізге қайтып келме деп осылай айтқан. Бірақ анау өзінің жаңағыдай приученный собака ретінде санап кете алмайды, айта алмайды, бірақ іштей тынып жүреді. Ол әйелде постоянно запор. Кімде запор бар қазір көресіңдер өздеріңді. Ол әйелде запор. Іштей өзін қабылдамайды. Бекер тұрмысқа шықтым, бекерінен далбанға шықтым, қоя салу керек еді, кезінде айтты бармай қою керек еді, кезінде жүгірген кезде иди деп айту керек еді. Сол кезде ол іштей запор болады ол әйелде. Өткені прошлый событияны өзгерткісі келіп, бірақ өзгерте алмайды. Үшінші, ол әйелде сөзін ашығын айту керек, геморрой болуы мүмкін. Өткені іштей ол өзін айтқан кезде қатты былай давить етіп өмір сүреді. Күйеуі мойнында бүкіл әулеті оның мойнына мініп алған келіннің, ол таңғы сағат 5-те тұрады, келіне жаңағыдай бүкіл үйін бәрін тазалайды, жаңағыдай енесіне шай береді, атасына массаж жасап береді, бәрін жасап береді, потом күйеуі шығады да, онда маған тамақ қайда егатын деп, соған тамақ жасап береді, балалары бар, потом қорасы бар, өзінің ауласы бар, обеді бар, сонымен целый день рутинамен жүреді. И, соответственно, ол әйелде сондай проблема болады, геморрой. Одан кейін ниже живота. Көп әйелдерде осындай ситуацияда жүрген, который 24/7 қызмет етіп жүрген, ол әйелде постоянно проблема с ниже животом. Миома матки, киста матки, воспаление матки. Тіпті яичниктармен проблема болады. Кейде внематочный ребенкта яичниктарын алып тастайды. Осының бәрі еркекке деген іштей бір неприязнь. Понимаете, да? Одан кейін жаңа коленосымен проблема болуы мүмкін ол әйелде. Қырсығады іштей жаңа еркектерге. Оның артында ол әкесіне қырсығады. Шпоры. Ол аяғы постоянно сыздайды, ауырады, постоянно аяғынан суық өтеді. Өткені ол аяқтың астында твердая земля. Оны бұл почваны сезіп тұрған жоқ.
ол как будто бы бір қорқынышпен оянады, қорқынышпен жатады, короче. Оның белімен проблема. Ол кете алмайды ол семьядан, ол еркектен кете алмайды, еркегі онымен еще вот так манипулирует. Сен қайда кетесің 4 баламен, 5 баламен, сен кімге керексің деп. И ол әйелде постоянно белі ауырады, страх бедности, ақша үшін қатты уайымдайды. Как будто бы мен ертең ақшасыз қалып кетем, өліп кетем, қиналып қаламын деген сияқты, понимаете, да? Ол әйелде всегда почкасымен проблема, потому что таңертең тұрған кезде таңғы 5-тен угождать етіп тұрады, енесі бірдеңе айтса екен, мақтаса екен, маған бетте қарай екен, потому что оның самооценкасы канализацияда кішкентай кезінде қалып кеткен, да? Ол әйелде всегда на считай өткенмен проблема. Почему? Потому что өзін іштей салыстырады. Маған мына жұмыс ұнамайды, маған мына үй ұнамайды, мына отношение ұнамайды, бірақ іштей өзінің сезімдерін подавлять етіп жүреді. Ол әйелдерде всегда проблема артық салмақпен. Өткені жылдар бойы іштей өзін подавлять етіп жүреді. Обида. А орыстарда сөз бар, на обиженных воду возит деп. Сол сіз артық салмақпен өздеріңіз ренжіп, сондай бір халде жүрсіздер, да? Бейшара халде жүрсіздер. Одан дальше кетейік. Ол әйелдер былай айтқан кезде сезімін көрсете алмайды. Всегда оның мұрнымен проблема, мұрнынан қан ағып кетеді, гайморей толып қалған. Осының бәрі былай айтқан кезде ол әйел сол сезімін вовремя шығара алмайды. Ол әйелде всегда проблема со зрением. Өткені көргісі келмейді. Күнде анау өзінің алқаш күйін көргісі келмейді. Күнде өтірік былай техничный сезеді ғой әйелдің бәрін. Изменить етіп жүрген көргісі келмейді. Күнде недовольный енесін көргісі келмейді. Күнде недовольный ата жаңағыдай заттарын көргісі келмейді. Бірақ қабылдайды да. Соның оның зрениесі нашарлап кетеді. То дальний, то ли ближний, мен оны білмеймін, врач ретінде айта алмаймын. Одан кейін құлақпен проблема ол әйелде. Критика. Қабылдай алмайды критиканы. Ол әйел сама критика мен субъективный критиканы бірдей қабылдайды да. Мен сені жаман десем, ол мен бетім жаман ба деп сияқты сондай проблема болады. Ол әйелде всегда проблема с кожей. Жаңа аллергия, зоб, экзема, зуд, экзема, псориаз, осының бәрі ол іштей подавлять етіп жүргеннен болады бәрі. Поэтому сіздер өздеріңізді алдап жүре беріңіздер. Өмірлеріңіз өзгереді. Когда-нибудь там на нерв, там рак на горе свистнет деп, солай жүре беріңіздер. Бірақ ол до поры до времени. Осылай жүріп онкология болады көп әйелдерде. Маткасын кесіп тастайды. Маған көп әйелдер келген маткасын кесіп тастаған. Осылай жүріп даже 2-3 почкасын ауыстырған, бірақ почкасымен обратно проблема, да? Өткені іштей чувство несправедливости кетпеген ешқайда. Осылай жүріп көкірегін кесіп тастаған әйелдер болған. Өткені киста пайда болған, понимаете, да? Оны ала алмаған, кете алмаған. Потому что врачтар біздің өкінішке орай алып тастай алады, жұлып тастай алады, немесе просто обезболивающий бере салады. Болды. Былай емдемейді оның қай жерден шығып жатыр, неден шығып жатыр, қалай шығып жатыр. Оның тамыры ол психосоматика. Сіздерге айтайын, оның тамыры психосоматика. Пока оның тамырын таппағанша, ол проблема шешілмейді. Бәрі ол временный эффект. Өткені маған келген онкологиямен әйел 4 стадиясы көкірекпен. 5 терапия алды. Өтірік айтпай, мен қазір көрсетсем, кеше сабақты көрсеттім. Скрины бар МРТ-ның. Онкология не выявлена келді. Врач айтты, все, сен саусың, короче, ешқандай проблема жоқ сенде. Хотя сол бір ай бұрын 4 стадия деп айтқан, понимаете, да? Мен айтып жатқан жоқпын, медицина жаман деп. Медицина борется только с последствиями, а не причинами. Симптомами и последствиями борется медицина. А реальная причина – это от эмоций. Пока вы это не поймете, вы будете себя обманывать. А человек свойственно себя обманывать, но вы никогда себя не измените. Потому что ол дене алдай алмайсыздар. Түсіндіңіздер ғой, иә? Поэтому многие женщины поэтому в жертвенном состоянии не принимают себя, свою особенность, себя и живут вот так годами. В несчастном браке, несчастным человеком. Не то, что там мужчины, не до мужчины, который не может даже зарабатывать 100 тысяч тенге, не до мужчины, который может помочь тебе по дому, да? Не до мужчины, который может воспитать настоящего воина,
не до мужчины, который ты, когда у тебя ПМС, грубо айтқан кезде, понять и поддержать тебе, хотя бы промолчать, включить эту мужскую мудрость. Даже такого нету, понимаете? И вы годами терпите. Самое главное, когда вы это все терпите, не забывайте, за вами смотрят ваши дети. Это девочка и мальчики, ваши дети. Женщинам я обращаюсь. Они бессознательно точно так же будут повторять. Вот поверьте мне, вот 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді, дәл сондай еркек табылады, дәл сондай әйел табылады, удобный. Сөйтіп аяғын көтеріп өмір сүреді, шалқайып. Сериалын қарап, там азартный ойын ойнап. Потому что еркек адам жауапкершілікті алмаса, ол автомат түрде бала болып кетеді. Еркек адам жауапкершілік алмаса, оның уақыты көп, ол ішеді, ол қыдырады, ол измена жасайды. Өйткені обязательства жоқ ода. Он не думает о том, что когда утром просыпается, как мне купить там продукты, как оплатить квартиру, как там полностью кредит закрыть, ондай обязательства жоқ. Потому что әйелі бар, холқа шығып кеткенше таңертең жаңағында кім, жұлдыз болсын, назерке болсын, сондай әйелдер тауып алады да, сөйтіп арқайын өмір сүреді да. И вы, самое главное, позволяете себе об вас вытирать ноги, плевать душу, об вас вытирать ноги. Почему? Потому что в детстве вы так научились, вас в детстве так воспитали. Потому что вы видели, как маму точно так же обесценили, плюнули им душу, об нее вытирали ноги. И вы можете не согласиться со мной, но бессознательно вы это повторяете. Вы сейчас ее жизнь повторяете. Я к женщине обращаюсь. Поэтому это горькая правда. Эголарыңызға тиіп кетуі мүмкін, но это по факту. По факту солай. Поэтому кто принимает решения, приходит, прорабатывает, решает вопросы. Кто не принимает, кто не может себе позволить, осылай жүреді постоянно стримге қатысып, постоянно бесплатно менің разборларыма қатысып, бірақ фактически іште өзін алдайды да, мен қатысып жатырмын ғой, мен барып жатырмын ғой деп. Бірақ конкретно былай делоға келген кезде, жаңағыдай менде ақша жоқ, менде анау жоқ, мынау жоқ деп өз-өзін қашады. Ну, пока Аллах тағала айтқан ғой Құранда, я не поменяю положение людей, пока человек сам, вот акцент, сам не примет решение поменяться, дейді. Понимаете, да? Сіздер живете в позиции «желаю». И был эксперимент. Вот желаю и решаю деген. Желаю деген адамдар күнде таңертең тұрады да, о құдайым, күйеуім бүгін ішпесінші дейді да, бірақ кешке жақын ішіп келеді. О құдайым, менің қарыздарым құтылып кетейінші дейді да, бірақ қарыздары көбейе береді да. О құдайым, когда-нибудь шетелге шығайыншы дейді да, сөйтіп жүре береді өзін алдап. И сол желаю деген группада, топта тексерген, ғалым тексерген 100% адамның 8% адамның өмірі өзгерген. 8%, это там, не знаю, ничтожное количество. А вот решаю деген, я вот решил пойти там, не знаю, вопросы решить свои. Решил на терапию, решил свои вопросы, решил это, решил то. Сондай решение қабылдаған адамдардың жаңағындай топта 80%-ға өмір өзгерген. 80%-ға. Представляете, статистика, это классный результат. Поэтому пока сіздер позиции решаю деп келмегенше, өмір өзгермейді. Я не смогу вам помочь. Понимаете? Потому что сіздер вы приняли это положение. Представляете? Вы приняли быть несчастливой, быть жертвой, быть удобной, быть угождающей. Вы приняли. Вы перестали бороться за свое счастье, хотя бы за себя. Ради детей, я не люблю это слово ради детей, хотя бы ради детей жить счастливо. Вы это перестали делать. Поэтому вам, таким женщинам, я не смогу помочь. Потому что вы в то уже время приняли быть жертвой. А жертвам я не помогаю. Я лишь помогаю тем, вот Динара ханым отыр, пришла, я хочу разобраться, помогите. И взяла по намерению. Понимаете, да? Сондай адамдармен жұмыс жасаймын.
хоть маған миллион тенге предлагайте, я не смогу работать. Почему? Потому что вы еще раз подтвердите себе вот это сомнение. Мен көбеге бардым, я херню получил деп. Мен анаған бардым, ананың бәрі херня деп. Почему? Потому что вы іштей уже сдались, короче. Күресуден қойдыңыз. Күрес алмадыңыз, короче, беріле салдыңыз. И сол себептен сіздерге ештеңе көмектеспейді. Сіздерге ештеңе көмектеспейді. Вот. Сіздерге көмектеседі тек қана андай тәуіп, фотографияңды бересің, мен қазір оқып берем, сен жүре бер, тірлігін жасай бер, өмірің өзгеріп кетеді. Сондай бір болмайтын заттарға сенесіздер да. Адам өзгеру үшін, вот, бір атын ұмыт қалдым. Көбелек, ана коконнан шығу үшін, представляете, коконнан шығу үшін нереальный количество күш жаратады екен. Өткені, ана қанатының ішіндегі суставтағы жағандай жеткіз қатайту үшін қанатын, ол нереально күш жасайды екен. Егер сол көбелекті бұлай ашып жіберсе, ученыйлар жасаған исследование, ол көбелек өліп қалған, ұша алмай. А егер өз күшімен тырысып бұлай шығатын болса, оның ұшып кеткен да. Сол сияқты ғой, любая трансформация это работа над собой. Вот Динара ханым отыр ғой, подтвердите мои слова, Динара ханым. Бір ай оқыды перезагрузкада. У нее классные результаты. Вот у нее классные результаты. Понимаете, да? Көбе Мырза сейчас направо был. Классно, классно, молодец. Она вот против страха пошла. Сейчас у нее был страх насчет вождения. Вот оқыды, проработала, дальше идет. Жертва роль удобная для них, да. Поэтому ни сейчас, ни сегодня, ни завтра ваша жизнь не поменяется, пока вы не примете решение поменяться. А я вам могу дать то, что у вас внутри есть. Вот это, принять, решить, разобраться. Вот номер стоит, пожалуйста. Пока бір ғана адамды аламын, 150 мың теңгеге мы можем эти вопросы решить. Так, вопрос сымбат. Онлайн қатысы, онлайн, я онлайн болады. Сымбат, мен қайтан жазыңызшы, мен сұрағыңызды таба алмай тұрмын. Так. Сәлем. Сол үшін құрметті әйелдер, сіздер бақытты болсаңыздар, сіздердің балаларыңыз бақытты. Сіздер бақытты болсаңыз, сіздердің ұрпақтарыңыз бақытты. В конце концов, сен бақытты болсаң, сенің күйеуің де бақытты ғой. Ты будешь наполненный, ты будешь счастливый, ты будешь утром просыпаться довольный. Ты не будешь засыпаться там постоянно тревогами, там, не знаю, переживаниями, потому что іштей жоқ эта тревога. Сәлем, сен военный едің ғой дейді. Мен 2020-да кетіп қалғам, Камила, старший лейтенант в запасе. Одан кейін өте көп оқып, аз психолог болдым. Өзімізбен өзіміз бақытты болып жүрміз ғой дейді. Сок вообще супер дейді. Спасибо. Я Воко. Так. Давайте бір кісін жасайық жұмыс. Так, мен ровно 5 минутқа продажа ашамын. Үлгерді, сол кісілер мұны жазып, маған астына жаздым деңіздер. Эфирді 5 минуттан кейін аяқтап, сол кісілермен жұмыс жасаймын. Счет напаты жіберем, арға жұмыс жасаймын. Так, қайырлы... Валейкум ассалам. Не тақырып мұнда болып отқан? Өзіңізді, атыңызды қандай сұрақ сізде? Есімім Нұрсұлтан болады, не тақырып болып жатыр мен жерде? Маған жүріп еді ғой біреу кір деп. Нұрсұлтан, ниетіңді кішкене дауысыңды өзгертсейші. Жоқ, өзгерттім ғой, нормально өзгерттім ғой. Дұрыс емес па? Ең нормально. Атың кім? Нұрсұлтан дедім ба? Осыға кір деп, сол кіріп не болып жатыр, вообще не туралы әңгіме деп сондай дедім. Хорошо, давай мен сен қазір шығарып жіберем группада, неден, прямой эфирден. Сен тыңда мені, потом жазарсың, иә? Потому что мен қазір уақыт жоқ, объяснять етіп тұр ғой. 2 сағат болды отырғаныма. Так, дальше. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен өзгергім келеді.
жертваның рөлінен шыққым келеді. Атыңыз, жасыңыз? Жасым 30-да, Ләззат есімім. Қай қаладыңыз? Шымкент. Не үшін жертва болып жүрсіз? Не болды? Сол семейный нәрселердің бәрін көтеріп, жаңағыдай, Еркек әйел болып жүрсіз ба? барлығын көтеріп, бала шағаны туғаннан кейін жұмысқа шыға алмайсың, аяқ қолың байлаулы, күйеуіне бағыныштысың, содан кейін уже былайша айтқанда адам орнына көрмей кетеді да. Хорошо. Ты так говоришь, Лазат. Я делаю все ради семьи, он, скотина, негодяй, обесценивает меня деп тұрсың. Рас па? Обесценивать болғанда қысқаша түсіндіріп кетейін жағдайды. Мысалы, әйел адамның қызметіне не кіреді? Сол жағдайын тамақ істеу, кір жуу, бала шаға қарау, бала туу барлығын жасап жүрмін да. Ол Маған ешкім претензия кірмейді айта әйел. алмайды. Ол кірмейді оған. Негізі да, бұлайша көп еркектің ойынша сол нәрселердің Тамақ бәрін алсын. жасап жүрсең де, ал жұмыс істеп келдім деп шаршап жатырмын дейді. Мысалы, азынан кешке шейін үйде отырасың. Бір сұрақ қойып қалсаң, уже қатып қалып жатсыз ғой. Қатып қалып жатсыз. Все. Сол кезде мысалы дауыс көтеріп, боқтап, солай уже адам орнына көрмей кетеді да. Ләззат, былай ғой. Қараш, Ләззат, қарындасым. Мгм. Әйел адамның үйін тазалауға, баланың болын тазалауға, күніне 5 уақыт тамақ жасауға, күйеуінің жыртық тұрсыйын үтіктеуге міндетті емес негізі. Оны екеуің жасау керексіңдер негізі. Если екеулерің де жұмыс жасасаңыздар, вот представь, вот картину, да? Ты работаешь, ты приходишь с работы уставшая, при этом уже, грубо айтқан кезде, заебанные, и саған айтады, тамақ қайда деп. Если ты свою жену дал возможность работать, она же, видишь, уставшая, помоги ей там, не знаю, ты заготовка жаса, она ужин сделает, сен балаға қара, анау там, не знаю, стиралка киім салады, сен кухняны бітіріп қойшы тазалап, она там залды бітіріп қояды. Сонымен екеуің команда болып жұмыс жасайсыңдар, да? А то, что он это требует, я считаю, это боқтағым келіп жатқан жоқ просто. Соны түсіндіре алмай қойдым мен ше. Ләззат, сізбен жұмыс жасау керек. Сіз өзіңіздің самооценкаңызды канализацияға кішкентай кезіңізде қалдырып кеткенсіз ғой. Плинтустың астында жатыр, короче, сол жақта жұмыс жасау керек. Понимаете, да? Келіңіз терапияға поработаем. Менде қазір 2 адам жазды. Жарайды, тағы 1 адам қосып берейін орын. Проработаем эти вопросы. Хорошо. Жоқ, вот я вот честно вот удивляюсь, да, вот қаяқтан шығасың да, вот удобный елдер бар ғой. Ты работаешь, ты воспитываешь детей, ты готовишь, ты еще его ночью обслуживаешь, еще при этом он недоволен. Сендер өздерің сұрақ қойсайшы, мен кіммін? Мен роботпын ба? Не знаю, мен кекс машинамын ба? Мен кіммін? Мен кіммін деп сұрақ қойсай өзіңе. Енді балам ұйықтап жатыр, просто мен айқайлағым келіп, просто балам ұйықтап жатыр. Көбе мырза, қайырлы кеш дейді. Қайырлы кеш, Бану ханым. Алла. Вот на таких женщинах ездят мужчины. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қандай сұрақ сізде? Менде мынандай сұрақ. Менде қарым қатынаста ер адамдармен не ведет жолым болмайды. Вечно маған попадается. То түрмеде отқан, то сотталған. Тоқта. Ақырын, ұрыспаңызшы, пожалуйста, апай, ұрыспаңызшы. Ұрыспаңызшы, пожалуйста, апай деме. Қандай ше? Сондай проблемный еркектер кездеседі мен өмірімде. Они слабый адамдар кездеседі. Неге деймін да? Атыңыз кім? Жамиля. Жамиля, жасың? 35-те. Жамиля, мен саған бетіңе айтайыншы, Иә. эгаңға сынып кетуі мүмкін. Егер саған
сондай долбоебтер кездесетін болса, иә сен иә өз сенің самооценкаң сондай. Сен сондай еркектерге лайықсың. мен өзімде ондай самооценкам негізі деген былай топ менің деген, мен өзімді олай сезінбеймін. Ол самооценка деген ол шашыңды дұрыстап, iPhone 17 алып, там последний бір терабайт, ондай емес. Самооценка деген ол іштей сенің вибрацияң ғой. Почему мысалы артық салмағы бар қыздар, енді сіздер үшін да, мысалы артық салмақ деп көрінеді, бірақ она себя хорошо чувствует в танцполе. Мысалы Да. қандай бір миллиардерлердің қасында әйелдер бар, которые түрі непрезентабель, бірақ она себя чувствует очень классно, красиво. Потому что он самооценкасы нормальный, да? А сен тек қана внешностьпен ғана жұмыс жасайсың, Жамиля. Сен түріңді тартасың, сен шашыңды дұрыстайсың, сен тағы басқа жақтарын дұрыстайсың, фигураңды дұрыстайсың. Бірақ ішіңді дұрыстамайсың да. Проблема сенің ішіңде болып тұр. Вот сол ішіңді жұмыс жасасаң, самооценкамен проблема шешіледі. Екіншісі, сенде шитап еткен проблема бар ма? Жоқ, денсаулығым шүкір жақсы, проблем нету. Хорошо, тұрмыста болды ма до этого? Болдым. Не себептен ажырастың? Ол деген измен жасады, в общем-то, сондай, ну, изменял, короче. Мен оны терпеть не смогла, кетіп қалдым. Хорошо. Енді екінші рет сондай недомужикті кездеспеу үшін сенімен жұмыс жасау керек, Жамиля. И вот вопросы решим твои, хорошо? Мен сондай жігітте кездескенде мен сразу қашам, енді сразу қашам. Ойбай, құдай сақтасын, әрі жүр, керек емес. Я сразу убегаю. Но почему-то солар кездесе береді тек. Мен спасатель рөлінде жүру керекпін солармен, возить. От судьбы не убежишь дейді. Потому что сенің ішінде сондай бір үрей мен вибрация бар да. Ана ғой, сен бір иттен қорқасың да, сол ит саған постоянно үрей береді, сені как будто қаулағысы келеді. Сол сияқты ғой, сен пока өзіңмен жұмыс жасамағанша, сондай еркектер сенің постоянно артынан, нереализованный еркектер сенің артынан постоянно іздей беретін болады. Түсіндің ба? Понятно. Надо работать. Енді білмеймін, iPhone 17 алғанша өзің ішімен жұмыс жаса. Ну, я жартылай работала психологпен вроде бы, но надо еще поработать. Я знаю, что не закончена эта работа у меня. Неге психологтармен жұмыс жасаң көмектеспейді? Өйткені көп психологтар сознательныймен жұмыс жасайды. А сознательно сен түсініп тұрсың, что бұндай еркектен қашу керек, оны сөйлеспеу керек деп. А бейсаналы түрде ол еркектен өзін тартып тұрсың. Вот сонымен жұмыс жасау керек. Хорошо, понятно. Бейсаналы түрде, да? Так, вопрос. Ұрыспай, пожалуйста, кішкене тондарыңызды өзгертіп сөйлеңіздерші, пожалуйста, мен. Я же хочу помочь вам. Так. Менен спрос жасайсыңдар ғой. Неге маған? Андай еркектер менен спрос жасайсыңдар ғой. Мен жай разбор жасап берген адаммын ғой. Мен кінәлі емеспін. Сенің өмірінде жопа болып жатқанға мен кінәлі емеспін. Я хочу тебе просто помочь. Просто помочь, чтобы так больше не случилось, понимаешь, да? Я не виноват в этом. Маған, пожалуйста, напад етпеңдерші. Особенно, не знаю, еркектер еще напад етеді. Сен бүйтесің, сөйтесің. Күйеуім жақсы шыдау үшін не істеу керек дейді. Ламада билеу керек. Так. Меруерт. Меруерт, ұйықтап, оянып кетті бірдеңе болды ғой. Жақсы. Хорошо. Давайте битик. Кто готов со мной поработать? Вот реально. Напишите, кто со мной готов поработать. Комментарияға. Мен көбей семен давно білемін. Сенің зумдарыңа қатысамын. Сенің стриміңді тоқтамай қараймын. Постоянно бақылаймын. И реально, сенің сөздерің здесь отвлекается деген адамдар болса, вот я хочу поработать деп жазыңыздаршы астына. Вот кто со мной хочет поработать? Реально, кто хочет со мной поработать? Я дейді.
Ардақ. No дейді. Былай ғой, бұл жерде кто хочет работать, это те женщины, у которых есть реальные проблемы. У кого нету проблем, в отношениях, со здоровьем и вот этим недомужчинами, этот эфир вам хуй не срался. Лучше выходите, спите. Если есть проблемы, вот я у них спрашиваю, если есть проблемы, вот пишите, у кого есть проблемы, кто хочет со мной поработать. Я дейді, я дейді. Хорошо, классно. Былай, короче, қараңыздар. Мен, вот өтірік айтпай-ақ қояйын. Менде сайт бар. Услуги и отзывы деген. Можете потом посмотреть. Там 3 терапии, 1 курс стоит 180 тысяч тенге. Это старая цена. Я хочу еще дальше повысить его. Поэтому, кто хочет, я деген кісілер 150 мың теңгеге 3 терапия аласыздар. Бір емес 3 терапия. Толықтай онлайн. Әр терапия где-то 60 минутқа дейін. Техникаларды беремін, помимо терапии. И полностью терапияда полный проблем бәрі шешіп аласыздар. Понимаете, да? Поэтому, кто хочет со мной поработать, алғашқы 3 адамды аламын. Номер 708 964 8992. Сол жерде вот эти вопросы все решим. Плюс 1 миллион теңгелік перезагрузка деген өзімнің авторлық курсында мен сіздерге арнайы техниканы берем. Самооценкаға байланысты. Особенно әйелдерге это залетает жестко. Понимаете, да? Сол сабақты мен тегін берем. Поэтому 3 адам астына комментарияға номер жазып кет, көбей мен дайынмын. Комментарияға номерін жазып кет, мен саған счетын апатып жіберемін. 24 айға алуға болады Каспимен. И вопрос с это решим. Кім, қараңыздар, кто там пишет гадости, я уже не буду разговаривать, я просто их блокаю. Почему? Потому что олар әлі сол, мен бұл состояние қабылдадым. Короче, бұны тағдыр деп санап жүрген адамдар. Мен оларға көмектесе алмаймын. Поэтому, кто хочет, астына комментарияға номер жазыңыздар. 3 адам аламын. Сол 3 адаммен қазір эфирден кейін счетын апатып жіберіп, рассрочка болса рассрочка, былай болса былай алып, ары қарай уақытты қойып жұмыс жасаймыз. Астына номер жазыңыздар комментарияға. Мен сіздерге жеке өзім шығам. Өткені конкретно хочу убедиться, что реально хотите со мной поработать. Не воздух, реально хотите со мной. И мен сол кісілерге өзім шығам. Комментарияға номерларын жазыңыздар. Кто со мной хочет поработать, со скидкой 150 мың теңгеге аласыздар. Эфирдің соңынан кейін, эфирді аяқтаған соң бұл скидка болмайды. Уже 180 мың теңге болады. Ровно 2 минут уақытты күтемін. 2 минут кто успеет, сол кісілермен жұмыс жасаймын. Одан кейін ренжімеңдер. Менде уақытта жоқ, өткен ертең перезагрузка өзі сабақ басылады уже. Мен арасында 1-2 адамдарды тығып жібергім келіп жатыр терапияға. Поэтому, кто хочет поработать, астына комментарияға номер жазыңыздар. Мен сіздерге счет на оплату жіберем 24 айға. И вот эти все вопросы решим. Отношения, здоровье и финансы. И плюс, қазір номер қалдырып кеткен кісіге сол 1 миллион теңгелік жаңағындай өзімнің терапия жаңағындай перезагрузка жаңағындай сабағымның самооценка туралы сабақты жіберем. Именно любовь к себе. Ол сол сабақ болса, 10-шы поток, 11-шы потоктар, бүкіл қыздар шоке болған сабақтан. Сол сабақты мен сіздерге тегін берем. Сол 3 терапияны қосып. Комментарияға номер жазыңыздар. Гүлнар, хорошо. Гүлнара жазды міне, бір кісі. Тағы да 2 минут күтейін. Гүлнара бірінші алады. Вот Гүлнара мен ертең бірінші қоямын. Гүлнара мен бірінші жұмыс істеймін. Келесі 2 адам бар. 2 адам кім қалдырады? Сол кісілерге де осындай возможность берем. Жаңа сабақты да берем, 3 терапия да жасаймыз. Терапия 1 сағаттан болады. И мен классический психолог емеспін, который сіздерді там 1 сағаттан кейін все, уақыт бітті, давай деп. Мен конкретно әрбір терапияда, кім мені білет, танит, білесіңдер. Әрбір терапияда мен конкретно психотерапиямен жұмыс жасаймын, сол эмоцияны алып тастаймын. 3 терапия былай жетеді сіздерге. Одан артық керек емес. Сол себептен 3 терапия 1 курс деп жатырмын. Понимаете, да? А егер сіздер обычно психологқа баратын болса, психолог консультант. Мен ондай диплом менде бар, психолог консультант. Сен келесің, сен жылайсың. Мен күйеуім бүйтіп кетті, 4 миллионға қадап кетті деп. Саған салфетка берді, көзін сүртеді, 1 сағат өтті. Вы будете продолжать или нет деп айтады.
маған ол керек емес. Мен конкретно результатқа жұмыс жасаймын, поэтому үш терапия былай жетеді. Ары қарай уже керек емес сіздерге, ары қарай келуге. Сол үшін бір курс істеп жатырмын. Гүлнара қалдырды, ол қазір бірінші алады терапияны, қалған екі адам. Екі адам, кто решится, вот сол кісілермен жұмыс жасаймын. Кто конкретно я решусь, я хочу поработать, пожалуйста, сол кісілермен жұмыс жасаймын. Бір сағат, екі сағаттай уже, почти екі сағаттай түсіндіріп бердім, жұмысымды қалай жұмыс жасаймын, в целом разборлар өткізіп бердім, өздеріңіз көрген шығарсыздар, может, в голове где-то параллель өткізген шығарсыздар. Поэтому я считаю, что я вам достаточно дал. Поэтому кто хочет поработать, пожалуйста, тағы да бір 2 минут күтейін, 45-ке дейін. 45-тен кейін эфирді аяқтаймын, одан кейін уже менде 150 мыңға болмайды, и мен уже жаңағындай перезагрузкадағы сабақты жібермеймін. Просто 180 мың теңге дейін болды. Поэтому мүмкіндіктерді күнде ашпаймын, күнде жасамаймын. Қолданып қалыңыздар, жасап қалыңыздар. Бұндай мүмкіндіктер күнде бере бермеймін. Так, дальше. Дальше. Так, Гүлнар получается, да? Қалған. Так, дальше. Мошенниктер отырады дейді, жаныма, мен сенімен 2 сағат сөйлесіп отырмын, қайдағы мошенник қоғамы. Кім тегін жасайды, тегін затқа дұрыс емес, қыздар. Тегін зат ол болмайды. Тегін зат деген ол жүрмейді. Адам, если хочет поработать, ол конкретно ақша төлеу дайын болу керек. Мен өзім талай психологтармен, мен жеке психологтарға да барамын, жұмыс жасаймын, потому что я тоже развиваюсь, я тоже прорабатываю вопросы, да. Поэтому адам ішкі халін дұрыстамаса, өзі ішкі халін түсінбесе, қайдан шығып жатқанын, оның сырттағы құбылыстарын бәрін тағдыр деп санайды, да. Все, 43 кетті. Все, мен аяқтадым. Получается, мен қазір сразу Гүлнарға хабарласам, Гүлнар ханым сізге хабарласам, 2 минуттан кейін. Уақытты қойып, счеттан жіберіп бастаймыз. Қалғандарында енді другой раз. Но я не знаю точно когда. Поэтому кто успел, тот сел дейді, как говорится. Қалғандарына мен айттым, түсіндірдім, қалай жұмыс жасаймыз. Енді адам шешім қабылдаса келеді, қабылдамаса келмейді. Енді ол өздеріңіздің ішкі қорқыныштарыңыз ғой. Но в целом, менде Инстаграм болды до этого, 76 мың подписчик, блогқа түсіп қалды, қазір қайтадан восстание істеп жатыр, да. Инстаграмда өте көп, осы 3 жылдың ішіндегі өте көп отзывтар тұрды негізі. Мен бұрыннан танитындар біледі, мен работаю на результат. YouTube каналда бар, қанша былай беріп жатыр, просто беріп жатыр, даке екеуміз, да. Поэтому сол жерден де қарасаңыздар болады. Но в целом, пока сіздер іштей өздерің жұмыс жасамағанша, өмір өзгермейді, өмір ешқашан да өзгермейді. Солай қалай болды, солай жүре бересіңдер. Іштей өзгертетін сіздің бірінші ниеттеріңіз, екінші решениеңіз, өзгерем, жасаймын деген. А так, пожалуйста, хотите так, хотите быть жертвой, пожалуйста. От этого маған да сізге де ештеңе болмайды. Но жаңа айттым, қандай последствия болуы мүмкін деп денсаулықпен. Поэтому ренжімеңіздер, иә. Максимально жасауға тырыстым, көрсеттім. Қайырлы түн, дауытыра отыруға менде желание жоқ. Қазір в первую очередь Гүлнараға хабарласам. Қайырлы